Мүмкін әріптестер, мен номер 67 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Серікбаева Сейімхан Хамитқызы. Мен сіздерге қазақ тілі пәні бойынша таңдау пәні курсының бағдарламасымен таныстырамын. Тақырыбы морфология сиқырлы әлем деп алдым. Мазмұн беті, түсінік қарт, 1-ші, 3-ші, 5-ші беті, күнтізбелік тақырыптық жоспар, морфология сиқырлы әлем тақырыбында 6-ші сыныпқа сабақ жоспарымды енгіздім. 4-ші, 5-ші оқушының жұмыс дәптері, қолданылған әдебиеттер, пікірлер және қосымша материалдарымды енгіздім. Таңдау пәні курсының 1-ші бетіне осылай түсінік қатымды жазып салдым. Мақсаты қазақ тілінен алынған теориялық білімдерді жинақтау, тексеру, ауызша жазбаша талдау жұмыстарын жүргізіп, білімдерін тиянақтау, әртүрлі грамматикалық тапсырмалар беру арқылы байқағыштық, есте сақтау, шығармашылық қабілеттерін дамыту, сөйлеу мәнерін жетілдіру, өздігінен ізденіс жұмысына баулу, сөздік қорын молайту. Жалпы таңдау пәнінің мақсаты осындай. Таңдау пәнінің міндеттері оқушылардың өздері үйреніп, практикада қолданып жүрген грамматикалық материалдарды ауызекі сөйлеу тілінде сауатты дұрыс жазуға, мәдениетті сөйлеуге баулу, грамматикалық сауаттылығын арттыру, игерген білімдерін пайдалана отырып проблеманы шешу, өз шешімін дәлелдеу және қорғау. Таңдау пәнінің жаңағы бір жылға аптасына 1 сағат 34 сағатына жасалған жоспарларым, тақырыптарым. Мына жерде анық көрінбейді. Бір жылға жасалған тақырыптарым, сөз таптары бойынша жасадым. Барлық сөздердің түрлері осының ішінде қамтылған. Енді мынау осы таңдау пәні бойынша оқушыға жасаған жұмыс дәптерім, тек бір бетін ғана көрсеттім. Мына жерде сөз таптары балалардың деңгейлеріне қарай алынған тапсырмалар. Жұмыс дәптерім оқушылардың